Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге печенье жасап көрсететін боламын. Өте тамаша печенье. Ішіне крем салып жасап көрсетем. Крем ұнамаса варенье салсаңыз да болады, қыздар. Керекті заттардың бәрі міне осылар: разрыхлитель, жұмыртқа, маргарин, қаймақ, ұн. Ең бірінші 2 жұмыртқаға секер салып миксерлеп аламыз, қыздар. Жақсылап миксерлеп аламыз. Қанша грамм керектіктерінің барлығын қыздар жазып кететін боламын. Жұмыртқаның мен песокты жақсылап, песок ерігенше миксерлейміз. Сосын майын, маргаринімізді саламыз. Қаймағымызды салып, бұларды жақсылап араластырып аламыз. Разрыхлитель менен бұл жерде ванилин. Жақсылап араластырамыз. Енді ұн салып бастаймыз. Жайлап әуелі бұлғап аламыз, содан кейін қамыр қылып қолмен жасаймыз, қыздар. Міне осылай қамыр шығады, жұмсақ, жабысқақ қамыр, қыздар. Осыны жақсылап, майдалап, кесіп аламыз. Міне осындай қылып, майдалап, кесіп, бөлшектеп алың, қыздар. Дәл менікіндей қылып. Істегенде оңай болады. Жайып, мен парақшамда крем көрсеткенмін, қыздар. Мен сол креммен жасаймын. Сол кремнен істеп алып, салсаңдар болады. Ол крем оңай жасалады. Барлығын көрсетіп кеттім. Мен көбіне крем салам, біреулер варенье салат, қаласаңыз варенье салыңдар. Джем салсаңыз да болады. Өте тамаша шығады, қыздар, жасап қараңдар. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер, қыздар. Кім қалағанша бүге береді. Осылай бүксеңіз де болады. Рулет тәрізді бүксеңдер де болады. Домалатып бүксеңдер де болады. Өте жұмсақ не болады бұл. Начинкасында қоспалармен өте шығады осындай болып. Рогалик тәрізді қылып жасап көрсетем қазір, қыздар. Бірақ осылай қылып бүгіп алыңыздар, кремі ағып кетеді. Міне тамаша болып шықты, қараң. Жасап қараңдар, қыздар. Істелу жолдары бәрі оңай. Енді духовканың листіне саламыз. Міне салып, жұмыртқасын жақтым. 180 градусқа салып жіберем, қыздар, ал. Міне осылай болып пісіп шығады, қыздар. Өте жұмсақ, аузыңда ерейді, қыздар. Кремі де тамаша ас болсын.